Ароматерапевттердің зерттеуі бойынша, шабдалы адамды күйзелістен құтқаратын, көңіл күйді көтеретін, ойлау және есте сақтау, зейін аудару қабілеттерін арттыратын адам денсаулығына пайдалы дәрмек. Ал Қытай ғалымдары шабдалы өмірді ұзартатын ең тиімді жеміс екенін дәлелдеген. Шабдалының денсаулыққа пайдасы. Шабдалы темір, кальций, натрий, фтор, фолатин, ниацин, фосфор, мыс, марганец, селен, мырыш, магний және СВКПП Е каротин дәрумендеріне өте бай. Құрамында пектин мен эфир майы, сүйегінде бадам майы мен амигдалин бар. Ағзаны қайта қалпына келтіреді. Жүрек бұлшықетін нығайтады. Ас қорытуды жақсартады. Иммунитетті көтереді. Қуық тастарынан тазартады. Іштің қатуынан құтқарады. Жүрек қан тамырлары аурулары мен аритмия, анемияға шипасы мол. Шаршағанды басып, жүйке жүйесін тыныштандырады. Терінің жасаруы мен ағаруына әсері мол. Қандағы гемоглобин құрамын арттырады. Жеуге болмайды. Аллергияға бейім адамдарға, қант диабетімен ауыратындарға, тез семіруге бейім адамдарға, асқазан қышқылы жоғары адамдарға. Шабдалының отаны нақты белгісіз. Ұзақ жылдар бойы шабдалының отаны Иран саналған. Бірақ жабайы түрі Қытайда табылғаннан кейін, зерттеушілер шабдалының отаны Қытай деген тұжырымға келген. Қазіргі кезде шабдалының 3000-ға жуық сұрыпы бар, 2 түрі бар. Біріншісінің қабығы түкті, екіншісі тегіс. Шабдалының жеміс беру кезеңі мамырдан қазанға дейін созылады. Ерте пісетін сұрыптарына қарағанда кеш пісетіндері қош иісті, дәмдірек және дәрумендері көп болады. Шабдалы 40-50 жылға дейін өмір сүреді, бірақ ауруға шалдыққыш болғандықтан көбінесе 15-30 жылға дейін өмір сүреді. Шабдалы жарық сүйгіш өсімдік. Көлеңкелі жерде жемістері кішірейіп дәмсіз болады. Шабдалыны отырғаннан кейін 3-5 жылдан соң жеміс бере бастайды. Әр ағаш 30 килограммнан 100 килограммға дейін жеміс бере алады. Өнімді мол алу үшін жыл сайын бұтақтарын шарпып, сейретіп отыруы қажет. Назарларыңызға рахмет. Ал сіз шабдалы жегенді ұнатасыз ба?